Сәлем достар, бүгін сіздермен екі баламда да болған нәресте сарғаюының емі жайлы бөліскім келеді. Сарғаю 14 күнде кетпегендіктен біз емді бастадық. Күндіз күн сәулесінің астында, ал басқа уақыттары біз фотолампаны қолдандық. Тұңғышымда осындай лампа болды. Бізге ұнамады, тек 3 күн ғана қолданылдық. Арнайы көзілдірікті қажет етеді. Балаға жағымсыз болды, ол жылады. Оны мен тыныштандыра да алмадым. Себебі бетіме сәулесі түсіп, көзімді ауыртқандықтан мен баланы емізе алмадым. Ал екінші қызымда біз осындай люльканы алдық, өте ыңғайлы. Баланың көзін жабу қажет емес, емізуге де керемет мүмкіндік бар. Қазір енді осындай люльканы қалай қолданғанымды айтып кетейін. Аппаратымыз осы, арнайы гамагы бар. Алайда баланы жатқызбас бұрын бас жағына жұмсарту мақсатымен гамактың астынан және де үстінен жұмсақ жаялықтарды жайып қоямыз. Баланы жайғастырып болған соң арнайы фиксаторлармен фиксациялаймыз. Және де маңызды момент, қыздар, фотолампаның сәулелерін жан-жақтан бітеп көзге түспейтіндей жасаймыз. Аппараты тоққа қосқан соң артында осындай батырмасын басамыз. Ал алдынан текущий дегенді сеансқа ауыстырамыз да сағаттарын таңдаймыз. Қажет сағатты таңдаған соң стартты басамыз. Сол уақытта міне фотолампа жұмысын бастайды. Егер де сәуле тым ыстық болатын болса, оқ жерден азайтып реттеп отыруға болады.